Міне біз Атырау облысы мен Батыс Қазақстан облысының шекарасында тұрмыз. Атырау облысына үлкен рахмет. Міне біз Батыс Қазақстан облысына қош келдіңіздер. Рахмет. Батыс Қазақстан облысына қош келдіңіздер. Енді бізде де арнайы дайындалған бағдарламамыз бар. Енді сонымен танысуға шақырам. Жол жүрейік. Hello, my name is Rima. I like this course. I like English. My teacher is beautiful and smart. And the English for the Star, very cool project. Hello everyone, my name is Emmet and I'm volunteer of project English for the Star, and I think that this project is very useful, and in there we try to play some different kinds of games, and we pay special attention to people's speaking. Ақжайық ауданы қайдасында Сәлем достар, менің есімім Жолдасқалиев Нұрғали. Мен Батыс Қазақстан облысының жастар қанатының облыстық филиалының төрағасы болып қызмет атқарамын. Бүгін біздің төрағамыз Данияр Манарбекұлын қарсылап алдық. Бүгін сонымен қатар Ақжайық ауданының SOP English for жастар жобасының қалай іске асып жатқанымен танысқан болатынбыз. Жалпы English for жастар жобасы біздің облысымызда сәтті іске асуда деп айтуға болады. Қазіргі таңда 600-ге жуық оқушымыз осы бағдарлама аясында, жоба аясында білім алуда. Сонымен қатар енді біздің облысымызда басқа да ірі жобалар іске асуда. Ол мысалы жастар ауылға жобасын бастағымыз келіп отыр. Бизнес менеджер жобасы бойынша да біздің жұмыстарымыз жүргізіліп жатыр. Digital Nation мысалы жобасы бойынша да біздер Digital Talks деген өзіміздің ақпарат алаңында өткізіп жатырмыз. Жалпы енді Орал қаласының ерекшелігі ол біріншіден енді жасыл қала. Қазақстан бойынша жалпы СНГ бойынша ең жасыл қалалардың бірі деп айтуға болады. Сонымен қатар біздің Орал тазалық жағынан алдыңғы қатарда. Сәлем достар, бүгін біз Батыс Қазақстан облысына келдік. Орал қаласына бізді Нұрғали күтіп алды. Қош келдіңіздер Орал қаласына. Және біздің Оралдағы саяхатымыз осы отбасы үлгісіндегі балалар ауылынан басталды. Здание, которое находится за моей спиной, было построено в начале 19 века, ориентировочно в 1834 году. Но, как и любого старинного здания в Уральске, есть у него свои тайные загадки, в том числе и дата постройки. Это здание было построено по проекту архитектора Гопиуса. Здесь располагался хозяйственное правление и вековой казачий архив.
Очень долгое время архивариусом являлся известный уральский журналист Никита Савичев, друг великого композитора Курмангазы. Здесь, в этом здании, в свое время побывали два будущих российских императора – Александр II и Николай II, когда, будучи цесаревичами, они посещали наш город в разное время. Также в этом здании работали известные авторы наши уральские: Карпов, Железнов. В 1900 году его посещал известный писатель Короленко. Когда в 1862 году наш город Уральск посетил Лев Николаевич Толстой, мы больше чем уверены, что он посещал это здание, так как здесь находился архив, он в нем работал в годы гражданской войны и в годы революции. Данный архив был частично утерян, частично уничтожен. По еще одной городской легенде, этот архив спрятан где-то в тайниках под зданием, в подземных переходах, которые были засыпаны во время Великой Отечественной войны. С 1988 года здесь располагается областная библиотека для детей и юношества. Тогда она носила имя детского писателя Аркадия Гайдара, который также посещал наш город Уральск в предвоенные годы. Последние 8 лет библиотека носит имя замечательного казахстанского писателя, нашего земляка, автора известного романа «Ик. Светлая река» Хамзы Синжанова. Это музыка моя детка, которая душевно шығады редко. Ты как луч света, который мне тепло дарит. Қалғандары фонарик, жеткізе алмайм орысша айтқан сөздерім керіспейді. Саған дегенде миым дінен керістейді. Әншейінде жоқ істейді, сен дегенде сердце 80 рет стучит. Сердце 80 рет стучит. Кимесем де Армани Гуччи, сен үшін буду я лучший. Сердце 80. Магнитофонды барына болса, естелі болса. Мафон романтик, басында кепка, үстімде один. Қолда гитара, сидим на лавке. Сегодня вечером болады пати. Қыздар бүгін типа носили қызыл жасыл түрлі лосины. Жігіттерде біздің қалыспауда, үстінде пиджак цвета малины. Билуде бәрі жас пенен кәрі, колонкада Шатуновтың әні. Жалбыраған жасыл кезің сәні, ауызда қып-қызыл виноның дәмі. Оп-оп-оп, черно-белый фотка, фоткада мотоцикл допқан топ бала. Қызбенен техничный өтіп барам, топ бала көріп қалды опана. Қатты өліп қойсын ба не? Жоқ.